Так, саламатсыздар ма? Бүгін бізге апамыз келіп отыр. Бұл кісілер немерелері аппаратқа түскен, құрт тексеретін. Содан результат бар екен. Айтып берсеңіз, апа. Иә, осы жерге келіп, сол бір аппаратқа түсірді дейді, соны көрсетті дейді бәрінде. Аппаратта көрініп тұрады екен құрттар дейді да. Сөйтіп, осы жерден дәрі бергенсіз ғой сіздер. Шөп дәрі. Шөптен істелген дәрі де, зияны жоқ деп. Сөйтіп, соны ішті. 16 деді ма, 15 түк деді ма, білмеймін, мен таңғы 5-те ішеді екен оны. Сол сағатын телефон будильникке қойып, таңғы 5-те ішіп, соны бітіріп, кеше соны айтып отырыпты да, жақсы болып қалдым дейді да. Ана енді неге отырмай, мамасы гашуққа отырғызған ғой, көрейік деп та. Машалла. Иә. Қалай енді ана дәрі тәсір етіп жатыр ма екен, көрейік деп. Қалай осы солай түсіп жатыр дейді ғой жаңағы не? Жыбырлап жатыр дейді енді. Машалла, тіріде түсіп енді ол не қылатын еді, ана тамақ ішпейтін еді да. Ішім деп жатып қала беретін еді. Кеше сұрасақ айтады, жоқ, жақсы дейді қазір, ішім де жақсы, ауырып жатқан жоқ, тамақ ішіп жатырмын. Андай құйрығында құрттар жыбырлап жүреді екен ғой бұрында. А олар кетті дейді бәрі. Машалла. Иә, енді соны айтып жатыр еді, ана дәріден және алып ішсем бола ма деп та. Соны сұрап жатқан ғой сізден. Онда келіп қайтадан не қылсын, иә? Келіп қайтадан тексеріп. Тексерілсін, В общем, уже тамақ ішіп бастады. Иә? Бұрында сол кола, чипсы сонда жейтін еді ма? Тамақ ішпейтін еді ғой. Ой, чипсы дегенді енді жегенде күнде мектептен жатырып алып жейтін болған ғой. Қазір өзі жаңағыдай деп сіздер түсіндіріп айтқансыз ғой, иә? Газлы су ішпейді, кола дегенді лума ішпейді, чипсы жемейді, келешке жемейді. Түнде де отырдық, нелерді ішіп жатыр, басқалар ішіп жатыр, ол ішкен жоқ. Ем болсын, апа. Повторно рахмет, иә. Мына аппаратыңыз енді соның үшін мен де келдім, мен де тексеріп көрейін деп. Ем болсын. Енді сіздікінде көрдік, сіз де ішіп көріңіз, бұйыртса. Иә, сол ана дәрімен мен де ішіп көрейін деп жатыр, ол үлкен кішіге қарамайды екен ғой, бола береді екен ғой. Иә, жақсы, өте керемет результат, ем болсын. Сол енді сөйтіп қуанып қалдым, ана қызым істеген, мен деген не деген докторға апардым, не деген УЗИ-ге түсірдім оны да. Не деген дәрі жеді ол. Сол бәрінен результат болмады. Кетпеді. Сол ішім не болды екен деп қорқатын едік та оны енді. Не болып жатыр екен ішінде деп. 3 жаста и қанша жаста дедіңіз? Жоқ, 3 жаста емес. Ана ұлдың қызы, ол 8-ші классқа өтті. 8-ші класс? Жасы енді білмеймін жасын, 8-ші классқа өтті. Анда Талғарда тұратын қыздың қызы да, ол 3-ші классқа өтті. Ол кішкентай, 3-ші классқа өтті ол. Оның және мына дақ түсіп жатыр бет та, мынандай жерлеріне ақ дақ. Кетті ма сол? Енді кеткенде кеше 2 күн болды бастағанына. Машалла. Енді көреміз енді результатын оның. Шүкір. Бірақ ана қыздікі енді жақсы, рахмет оған. Машалла. Ем болсын. Бізде қымбат емес, біріншіден, екіншіден таза шөптен. Дерт көрмесін енді қолыңыз. Айтқаныңыз келсін. Аумин. Қуанып қалдық сөйтіп.